Ассалаумағалейкум қазақ елі, мен есімім Алмасбек Садырбаев. Егер сіздер байқасаңыздар, әлеуметтік желіде осыдан 2 күн бұрын мен Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа, үкімет басшысына, ауыл шаруашылығы министрлігіне үндеумен шыққан едім. Сондағы басты мәселе ол шаруалардың қозғалуы осы көктем науқан кезінде қиындап кеткені жөнінде еді. Бізде жаңағы үкімет тарапынан бұған мгновенно сол алдың күні кешке хабарласып, осы мән жайдың барлығын ұғысып, кешегі күні осының шешімі табылды. Ол енді біздерге, шаруаларға қуанышты жағдай. Сол бүгінгі кешегі күннен бастап Қазақстан Республикасы территориясында фермерларға, постта тұрғандарға өзінің фермер екенін растайтын налоговыйдан берген куәлігі бар ғой, свидетельство фермерского хозяйства, одан кейін өзінің жағы жеке куәлігін көрсетсе болғаны. Сонымен іс қимыл жасап, әрекет жасауға болады біздің фермерларға. Жағы керек дүниелерін алуға, қалаға болсын, өздерінің жұмысшыларына келетін болсақ, оған тек қана өзінің фермердің печатіменен, мөріменен ол осындай шаруашылықтың жұмысшысы деген справка берсе болды. Сондықтан үкімет тарапынан қазір осындай жақсы дүние жасалды. Енді фермерларға айтатыным, құрметті ағайын шаруалар, осымен дұрыс қолданайық. Бізге осы сеніммен бірге, мынау фермерларға деген үлкен сенім, осы сеніммен бірге бұның жауапкершілігі де бар. Алдын ала ескертіліп жатыр. Егер де фермерлар ағайын туған басқаларға жылжуға, құдалыққа, бірдеңеге өтірік құжат жасап, бұл шаруашылықтегі мөр басып беретін болса, онда бұл осы төтенше жағдай кезінде құжатты подделка дейді ғой, подделка документов, сол бойынша іс қаралады. Сондықтан да құрметті фермерлар, бізге үкімет, қазақ халқы осы үндеуімізді қолдап көмектесті. Біз де енді өз тарапымыздан осыны дұрыс пайдаланайық. Әр қазақ бай болсын. Алмасбек Садырбаев. Барлықтарыңызға рахмет, қазақ халқына рахмет, үкімет тарапына рахмет, осы мәселені шешіп берген.